Сәлем, менің есімім Әсем, менің арнама қош келдің. Сен бұл арнада фото және видео монтажды трендке сай етіп өңдеуді үйренетін боласың. Осы видео монтаждар арқылы стористағы охватты көбейтіп, тиктоктағы активіңді көтеріп алсаң болады. Сол үшін подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп ал және де қоңыраушаны басып қой. Чтобы мен новый видео салған кезде, новый сабақ салған кезде саған ескертпе барады. И сен емінші алғашқылардың бірі болып трендта видеоларды түсіріп, өзіңнің охватыңды көтере аласың. Ал кеттік. Мен көбінесе қандай қосымшаларды пайдаланамын осы видео монтаж жасау үшін. Бұған бір аса бір профессиональный камераны немесе бір ноутбуктың Adobe-та бір монтаж жасаудың қажеті жоқ. Қазір тек қана телефон болса болды қолымызда. Мысалға мен Videolip, VN, CapCut және InShot. InShotты мен қолданбаймын. Басында қолданаттым, қазір мүлдем қолданбаймын. Бірінші алғашқы үйренгенге болады. Одан кейін VN-ді де анда-санда қолданамын. Videolip, бізде Videolip'та платный инструкция өте көп функциялары платный болып келеді. Сол себепті желательно қолданбайды. Негізі iOS-та бар, неде Android-та жоқ. Бірақтан осы 2022 жылдан бастап Android-када тестовый несі шықты. Көбінесе менде CapCut. Осы CapCut-ты қолданамын. CapCut қазірдің өзінде жасап жатқан монтаждың бәрі осы CapCut арқылы жасалады. Тегін және де интерфейсі бізде қолдануға маған өте ыңғайлы. Енді осы CapCut-қа обзор жасап көрейік. CapCut қосымшасына ашамыз. Android болса сізде егер Huawei, Samsung деген сияқты телефондар болса Play Market-тен, ал iPhone болса App Store-дан жүктеп алсаңыз болады. Жалпы CapCut-ның интерфейсі мынадай. Мына жерде адамның суреті бар, соны бассақ біз Facebook-пен және Apple-мен немесе өзіңіздің Google аккаунтыңызбен және TikTok-пен кіре алады екенбіз. Одан кейін уже новый проект и быстрый монтаж. Быстрый монтаж бассақ өзіңізге керек видеоларды белгілеп аласыздар, фотоларды, и автоматически сізге CapCut монтаж жасап береді. Ал енді мен оны көбінесе қолданбаймын. Новый проектті басам. Новый проекттің ішінде мысалға маған мына бір видео, осы видеоның қолданам. Выключить звук клипа деген бар. Бүйтіп аптасаңыз клиптің полный несін өшіп сайыстаусын. И осының жанында қалам тұр, бұл жерде обложка. Яғни сіз өзіңіздің видеоңызға осы видеоның ішінен обложка таңдайсыз, яғни сыртқы бейнесіне. Болмаса сіз использовать шаблон деп, мына жақтан бір шаблондарды қойсаңыз болады. Мына астына таңдап тұр, fashion, food деген сияқты. Болмаса өзіңіздің қалаған жаңдегі загрузить арқылы өзіңіздің қалаған дайындап қойған обложкаңызды қойсаңыз болады. Сохранить. Енді осы жерде жоғарда 1080p деп тұр, бұл пиксель. Біздегі видеоның качествосы, фото немесе видеоның качествосы. Мен көбінесе 2000-ға қоямын, өйткені чисты кадр шығу үшін 50 немесе 60 кадр. Сіз өзіңіз 1080-мен қойсаңыз да болады, 50-мен қойсаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Енді осының жанында мынандай шыпыш тұр. Бұл видеоны экспорттап өзіңізге жүктеп алу үшін. Бұл қазір маған керек емес. Енді жалпы астынан қарасақ бізде изменить деген бар. Яғни біздің изменить бассақ осы видеомызды визуализировать етіп береді. Бұның астында разделить. Яғни видеоны бөліп аламыз. И мына жерде ключевой кадр деген бар. Осыны бассаңыз, ключевой кадр басталады. И мына жерге келген кезде мен бүйтіп соссам болады. Бұл автоматически өзі қойылатын ключевой кадр екіншісінде. Уже үшіншісінде былай қойсаңыз, ключевой кадр қойып жатыр. Мысалға мынандай видео шықты. Өзі жақындатады и алыстатады. Көрдіңіздер ғой, осы кадрларды аптасақ та болады мұны. Енді мына жерде тұрған стрелкамен ары қарай немесе назад, немесе повтор. Келесі нені қойсаңыз болады. Функцияға көшсеңіз болады. Осы жерде төмен тағы звук бар. Звукетінің ішінде бізде CapCut-тың өзін предлагать ететін звуктары бар мына жерде. Мысалға тыңдай берсеңіз болады. Болмаса, сіздің TikTok аккаунтыңызбен кіріп, TikTok-тан музыка тартсаңыз болады, немесе Apple-да өзіңіз тіркелген болсаңыз, Apple-дан да музыкаңызды алуыңызға болады. Осы жерде эффект бар. Бұл жерде жаңағы видеоларға эффект бересіз. Мысалы, аплодисменты деген бар. Жаңағыдай шапалақ ұрады, немесе food деген бар бізде. Тамақтың чипсысын жеуі.
өзіңіз қалаған звукты қойсаңыз болады осында. И извлечь деген бар. Извлечь дегенде кез келген видеодан соның музыкасын алсаңыз болады. Мысалға мен мына бір видеоны алдым и міне осы видеоның үстін бассаңыз, мына жерде громкость бар, видео және музыканы қосып қоясыз, немесе жайлап қойып қоямыз, иә, осыны озвучка берген кезде жай артынан музыка ойнап болып тұрады, соны осындай жай қойып қойып жасайды. Енді осы жерде выцветание деген бар. Бұл біріншісінде жоғарысында тұрған ол музыканың басталуы, мысалға жай басталып келеді, мысалға бұл уже музыканың соңы. Міне соңында кәдімгідей жай кетіп қалды. Уже бәсейіп жатыр, иә. Үстіп қойсаңыздар болады өздеріңізге. И разделить бар бұл жерде де. Звукты бөліп тастап, немесе удалить жасаңыз болады. И және удалить скорость. Тездетуге болады, жайлатуге болады. Одан кейін копировать, яғни звукты копировать етіп қойсаңыз болады. Бұл звуктар бізге керек емес әзірге. И озвучка. Озвучкада бұл жерде мына жердегі батырман микрофонды басып тұрып, сіз өзіңізге озвучка жасайсыз, яғни өзіңіздің даусыңызбен видеоға озвучка жасайсыз, немесе бір сөйлейсіз, өзіңіз білесіз, короче. И птичканы басамыз, жасайсыз, яғни өзіңіздің даусыңызбен видеоға озвучка жасайсыз, немесе бір сөйлейсіз, өзіңіз білесіз. Міне өзіңіз көріп тұрғандай, иә. Енді осыны аламын да, мен бұл керек емес. Және де айтқандай, озвучка жасап, сіз осы жерде эффект берсеңіз болады. Көріп тұрсыздар, иә, голосовой эффект деген бар. Жасап, сіз осы жерде эффект бірдеңе әйтеуір жасап, сіз қойсаңыз болады. Енді звуктан кейін бізде текст тұр. Тексттің астында бізде добавить текст деген бар. Привет деп жазайық. Иә, жаздық, мына жерден түсіп таңдасақ болады. Қызыл, ақ, көк, мына палитралар өте көп. Жаңадегі аводка бар, яғни біздің оның сырты қызыл бола ма, ақ бола ма, оны мынандай қалыңдатасыз, жұқартасыз, өзіңіз білесіз. Өзіңіздің по желанию. Былай да қойсаңыз болады, неше түрлі түстері бар. Мына жерде андай горизонт дейма дейді. Сондай қойсаңыз да болады. Холст бар, міне. Холстты былай астына мекіне ақ бетіп тұр. Мына жерде бегеновты көріп тұрған жасасын, сонымен регулировка жасай берсеңіз болады. Тень и сөздерді былайда қойып қойсаңыз болады. Мен курсивтардың астын сызасыз, аптыстайсыз, өзіңіз білесіз, короче говоря. Одан кейін эффект бар. Эффектте мынандай эффектілер бар бізде. Өзіңіз төменге қарай ашып көрсеңіз болады. Основной эффекттер, яркий дегенде желтый, красный, синий, розовый. Өзіңіздің патша көңіліңіз қалағандағыдай алып қарай берсеңіз болады. Осында анимация деген бар. Осы жерде анимацияның шығуы, былай шығады, астында секундмен кәдімгідей бетіп өзіңіздің қалағаныңызды қойып қойсаңыз болады. Осы жерде міне вывод, сосын зацикливать деген бар. Осы жерде көбінесе мынандайды көріп жүргенсіздер, иә. Осын қалай істеуге болады. Яғни біз капкатқа кіреміз дағаны осы функцияларды қолдансаңыздар болады. Міне неше түрлі. Сіз иншотқа кіріп, жәндегі тексті жазып, пиксартпен оны иншотқа салып, мындай қылып неғылудың қажеті жоқ. Тексті осы жерге жазып, прям үстіп айналдырып қойсаңыз болады. Астында секундтар жай қатты жүргізуге. И қазір мынандай тексттар мода болып жатыр, иә. Қарасаңыздар. Жаннан шарп қояды прямо. Осындайлар бар. Медленный және фраза қойсаңыз болады мына жерде. Кез келген біреудің әңгімесі, мынау үстіп айтты, мынау бүйтіп айтты деген сияқты үстіп қойып қойсаңыз болады. Осы жерде копировать текстта осындай копировать бар, және удалить, анимация бар, және анимацияны көрсеттім, эффектіндерін де көрсетіп қойдым. Фраза енді осы жерде ең жақсысы бізде бір жақсы бір функциясы, ол отслеживать деген функция бар осы жерде. Ой. Текстқа міне. Осында отслеживание деген бар. Осыны бастаңыз, мынаны мысалға тексті мен қолыма қойып қояйын, и қолым қалай бұра не қылады, қайда қарай қозғалады, тура сол жерден сонымен бірге өзгеріп отыратын болады. Текстім ше. Мына қазір 100% күтейік.
Ай, мен қолыма қоймадым ау деймін. Қолым ұшына алып қояқ та. И отслеживание деген басамыз, 100% болғанын күтеміз. Енді мына қараңыздар, менің қолым қайда қарай қозғалады, сонда қарай жүреді, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді отслеживание керек емес, негізі бұл мынаның өзі керек емес қой. И рисование деген бар, мына жерде өзіңіз қалаған қылып, стрелка қылып қойып қойсаңыз да болады. Былай қылып па, мына былай қылып, немесе былай қылып, өзіңіз қалағаныңызша сызып қойсаңыз болады, немесе мынандай қылып сызықтар сызсаңыз болады. Мысалы, үзік сызықтарды сызып қойсаңыз болады. Ал енді мына ластикпен формасын алып, жаңағыдегі өшіріп тастайсыз. Видеоға прямо осында қойып қойсаңыз болады. Бұл күшті функциялардың бірі, басқа бір приложенияларда жоқ бұндай функция. Мына өшіріп тастайық. Одан кейін бізде стикерлерде мыналар ғой. Бұны көбінесе қолданбаймын, бірақтан андай маған подписаться жасап кет, немесе стрелка қойып қойсаңыз, сондайларға пайдалансаңыз болады. Мына жерде жылжытып өзіңіз тауып аласыз, өзіңізге қалаған нәрсеңізді. Эффекттер бар, эффектілерде эффект на видео и эффект на тело деген бар. Эффект на видео, мынандай неше түрлі видео эффектілер бар. Былай қылып бастайсыз, немесе былай қылып қойсаңыз болады, немесе этностиль, андай ретро-стиль. Вечеринка, неше түрлері бар. Осының үшін өзіңіз қарап отырып көрсеңіз болады. Ішінде 3000-нан астам эффектінің түрлері бар. Одан кейін осының ішінде эффекты для тела деген бар. Көзіңізге, бетіңізге, жаңағыдегі сізден кейін движение бүйтіп қайталайтын сондайлар бар. Стикер эффект это фильтр. Фильтрінде 100-ден астам фильтрлер бар. Бұл жерде өзіңіздің фотоңызға, видеоңызға, главный бұл жерде тегін. Барлығы тегін. Сосын формат бар. Жаңағыдегі Instagram сторисы, немесе YouTube каналдың форматы, немесе пост форматы, жаңағыдегі өзіңіз қалаған, смотря қандай видео салғыңыз келеді, сонда холст бар. Холстта бізде цветі мынандай қылып цветтерін өзгертсеңіз болады. Жаңағыдегі фотоның жанын бос орындарда, болмаса өзіңіз бір фон қойсаңыз болады. Мына жақта өзі көрсетіп тұрады, былайынан өзін таңдасаңыз болады. Болмаса өзіңіз плюсикті басып, қалаған фотоңызды қойып ала аласыз. Размытие бар, жаңағыдегі осы нәрсені астында көрсетіп қояды. Маған бұл функцияны әзірше керегі жоқ. Міне, жалпы интерфейспен таныс болдық. Енді ана видеоны бастақ, бізде разделить деген бар. Бүйтіп өшіріп тастаймыз, бөліп тастасақ болады. Мысалға, мына видеоны бүйтіп алайықшы, осы видеоны копировать етіп алайық. Астында копирование деген бар. Міне, копировать деген бар. Бұны қазір разделить формасын ашып қойып, қазір дәл осы жерде мен сіздерге бір монтаж көрсетіп келейін. Осы разделить, тура осы жерден разделить етеміз, тағы разделить етеміз, тағы разделить етеміз. И тура осы жерден жоқ өтіп, осы әр жерден үстіп кесіп алдық, кесіп алсаңыз болады. Енді осы жерде скорость деген бар. Скоростьпен бізде жай және жылдамырақ істете аламыз. Одан кейін скоростьтің үстінде кривые нелер бар. Монтаждар бар, өз автоматты түрде сізге тез келіп жай қоятын точкалармен бет изменить етсеңіз болады. Өзіңіз былай өзіңіз қалағандағыдай. Анимация бар бізде. Шыққан кезде түкс қойылатын. Мына жерде кәдімгідей өзінің уақыттарымен істесеңіз болады. Видеоның соң жағына қойсаңыз болады, осылай өшіп қалады. Одан кейін комбо деген бар. Ол бүкіл видео бойы осылай тұрады. Немесе былай. Бізге қазірше бұл анимацияның қажеті жоқ. И стиль деген бар. Стиль бұлды көбінесе фотоларға қолданамыз. Бізде неше түрлі стильдер бар. Одан кейін удалить өшіріп тастаймыз. Сосын громкость бізде жай және баяу қоятын, қаттырақ және баяу қоятын. То есть и
извлечь звук, яғни осы видеоның звугын шешіп аламыз. И удалить фон, яғни біз удалить етсек болады мына фонды, бүйтіп бассақ фонды деп тастайды. Енді мына жерде изменить бізде мына көріп тұрсыздар, иә, былай да мына осылай қоратсақ болады. Повернутьпен басып 180 градусқа, 160 градусқа и кодированиемен өзіміз қалаған видеомызды бүйтіп кесіп алсақ болады. Енді фильтр, 150-ден астам фильтрдің түрі бар бұл жерде, фильмде және де көрсеткен болатын. Енді осы жерде мен көбінесе қолданатын фишкам улучшение лица, тела и изменить форма деген бар. Мен түрімді былайынан ауыстырамын. Мысалы 100% бетімде ешқандай дақ, әжім болмасын десеңіз, формаңызды былай, большие глаза, носик деп, осының бәрін по всему видеоға жаңағыдегі қолданамын. Мыналардың бәрінде осы тұрады. И осының ішінде де тұрады. Көріп тұрсыздар ғой, иә? И теланы өзгертсек болады. Мына жерде стройность деген бар, міне. Мен уже арықтатып көрсетті, көрдіңіздер ғой, иә? Размер талии деген бар. Міне, уже ішінде қысты, беті міне басым азайып жатыр, міне басым кішірейіп жатыр. Көріп тұрсыздар ғой? Осылап істесеңіздер болады. Яғни монтаждың құдіреті адамды 100%-ға өзгертіп жібере алады екен. Осы жерде маска деген бар. Көбісі осы масканы қолданады. Мысалға, мынандай линиялар бар, міне. Екінші видеоны өйстіп түсіріп қойсаңыз болады. Осы екі жақтан бар. Алда видео монтаж жасағанда көрсетіп отырамын сіздерге. Мынандай бар, міне. Бүйтіп те қоя бересіз. Алдағы уақыттарда сіздерге видеоларда көп қолданылатын осы масканы. Осында хромокей бар. Бізде хромокейді бассақ, міне пипеткамен басып жіберіп интенсивті регулировка жасай аламыз. Осындай нәрседе бар. Керек емес бізге хромокей әзірше. Міне, сосын голосовой эффект, сөзімізді жәндегі ауыстыруға, иә, даусымызды ауыстыруға. Сосын копирование, обратный нені кері қайтару үшін. Осыны алайық. Астында наложениені басамыз. И фук өткізіп неға қоямыз. И мына жерден де кесіп тастап, мына жерде удалить тастаймыз. Мына жерде удалить етіп тастаймыз. Мына басып тұрып, былай жылжытсаңыз болады қасынан. Біз мұны әкеп қойдық. Енді мен мына видеоны аламда, склейка деген бар, наложение қойған кезде. Былай склеивать етсеңіз болады. Бір видео болған соң көрінбей тұр. Басқа видеоларда, басқа функция көрсететін боламын. Осы функцияны алда сіздерге. Мен артқа қарай қайтып кетсек болады. Тура осы жерде мен барамдағыны хромокей дегенді басам. Хромокей и қызыл түсті мен қалатындан интенсивті аламдағыны былай ғып тауысқа апарып қоям. Чтобы менде мұнда көрініп тұрсын. Енді жоғарыда тұрған, бірінші слойда тұрған видеоны аламдағыны мына жерде настройка деген бар астында. Осыған басам. И бізде яркость, насыщенность, температура деген бар, тени деген бар, міне температураны бассаңыз былай, бүйтіп ауысады дегенді басамын дағыны, бүйтіп туралаймын. Қызылды басып, яғни осы жерде тонын өзгертем. Осылай өзгертіп қойсам болады. Бізде уже тоны өзгерді. Мына жерге келгенде, мына видеода свет мынандай болды. Енді мына видеода тура сондай ауыстырамыз. Біздің видеомыз дайын болды. Мына көрсек болады.
енді осы жерде жаңағы стрелканы бассамыз и 100% болғанша күтеміз. 100% болған кезде біздің видеомыз өзі автоматты түрде жаңағы галереяға сақталатын болады. Готованы басамыз, осымен дайын. Міне, өздеріңіз де CapCutпен таныс болдыңыздар. Сіз CapCutта мынадай видеолар жасай аласыз. Бұл туралы келесі сабақта айтатын боламын. Ал әзірге видео ұнаса лайк басып, қандай трендті үйренгіңіз келеді, соны комментарийға жазып кетсеңіз болады. Ал енді кездескенше.